Мен күнде таңертең тұрып жаттығу жасаймын. Мен таң атпай тұрамын. Сосын әдеттегідей бетімді жуып тісімді ысамын. Сосын өзіме таңғы ас жасаймын. Мен шынымен де фасольді жақсы көремін. Дәлірек айтсам, жақсы көрдім. Әкем мен анам көкөністердің пайдалы деп айтатын. Енді мен де солай санаймын. Бірақ олардың консервіленгені өкінішті. Түскі асқа жақын мен кітап оқимын, көп оқимын. Менде көп кітап, және мен өз бетімше білім аламын. Анам маған көп оқыған пайдалы деп айтатын. 2 сағат сабақ, содан кейін серуендеуге болады. Бізде үлкен терраса, бірақ мен кейде шатырға шығамын. Бұл жерде жақсы. Мен күнімді жарықты өткізуге тырысамын. Түске қарай ұйықтамаймын. Ал қыста мен мүлдем шықпаймын. Және далаға шықпаймын. Бір күні мұның бәрі бітеді, және мен кетуім керек болады. Біріншіден тамақ таусылады. Ал консервілер маған 1 жылға жету керек. Әкем айтты. Сумен қиындық жоқ. Мен оны жаңбыр арқылы аламын. Жаңбырдың сирек құбылыс болмағаны жақсы. Шатырда серуендеу, консервілер жеу, сенің есің дұрыс па? Ата-анаң қайда қарап отыр деп сұрайтын шығарсыздар. Олар маған әрқашан қарап тұрады. Сыртта. Бірақ мен онда ешқашан түспеймін. Себебі маған анам солай айтты. Қанша түскім келсе де.